Үйлендin ғой. Мен сені етке жұмсап едім. Сен аңғары. Өткенде саған жұмыс берген едім ғой. Сол жұмысын не қылдым? Таптым деуге де болады. Мен бір қылмыстық топтарды көрдім. Бірақ олар өкінішке орай кәдімгі адамдар болды. Күннен күнге балалар жоғалып жатыр. Сен соларды қайтсең табу керексің. Қолдан келгенін істейді. Ойындамаңыз. Жарайды. Сенің жанында бір қыз жүретін еді ғой. Ол қайда? Сенің не шаруаң бар? Өз жұмысыңды жасашы. Сонда сендер кезек-кезектен жұмысқа шығасыңдар ма? Жоқ, әрине. Қыздар. Бізде жоғалған балдардың саны көбейіп кетті. Біз оларды табуымыз керек. Сонда біз полиция болуымыз керек па? Сен қыз көп сөйлейді екенсің. Сөйлей бермей жұмысыңды атқарсай. Полицияларға сеніп отырмай, біз өзіміз табуымыз керек. Не, детектив болуымыз керек па? Барыңдар. Сен ғой балаларды қорғап жүр. Сен қанша жылға сотталатыныңды білесің ба? Отырғанына мырза болатсың ғой. Сен мен кім екенін білесің ба? Мен ешқашан ұсталмаймын. Әпше, сен неге қарап жатсың, барып үй жинамайсың ба? Тоға қойыншы, үй тапсырмам істеп беріңізші. Өзің ақ істей аласың, ол үй тапсырмасын. Ой, басқа балалар істеп бересің ғой. Сен олардан қарағанда ақылдырексің ғой өйткені. Тоғ. Бол, саған үй жұмысын істеп бермеймін. Айша, маған жұмысын істеп берін. Туф, тағы да біреу шықты ма, екеуіне де істеп бермеймін жұмыстарымды. Онда әкеме айтып берем. Не деп ал айтасың? Басқа балдардың үй жұмысын оңдап бересіз деп. Я, мен де айтып беремін. Туф, болыпты, барыңдар алып келіңдер дәптер. Мен сен көшеден көрген сияқтымын. Сен менің талай рет көргенсің. Және де ұмқалай бересің. Екеуміз әлі талай рет кездесеміз. Балалар, қазір балалар көп ұрланып жатыр ғой. Кім ұрлауы мүмкін дейсің? Сенбеймісің? Кеше бізді де ұрлап кетті. Сендер қашатындай дұғықтарың бар ма не? Әрине. Бізді бір кісілер киноға барамыз деп қамап қойды бір бөлмеге. Сонда қалай қашып кеттіңдер? Біз де ұрлап кетуі мүмкін бе? Мұнда дәлелдеңдерші қалай қашқандарыңды. Бізді бір бөлмеге қамап қойды сенбейсіңдер. Кеше біз киноға апарамыз деп бір бөлмеге апарып қойды. Сосын бізді сыртынан құлтап кетті. Біз күмәндан телевизор жоқ, отыратын орындары жоқ. Сосын бізді сыртынан құлтап кетті. Және де біз бәріміз барып есікке қарасақ, есікті ашып, бар күшімізбен итеріп қашып кеттік. Туй, ойындай бермеңдерші, мен қазір папама звондасам, олардың жанын шығарып тастайды ғой. Қойшы, папа не? Мықты жұмыс істей ма не? Иә, әрине. Біздің досымыз Арсен жоғалып кетті ғой. Кешеден бері көрінбеді ешкімге. Кеттік онда іздеп білейік. Кеттік. Қыздар, сен ешқайда салмайсың. Шигол, өз жөніңмен жүр. Менің қарным ашып кетті ғой. Баяқта өзі тамақ бере ма? Жоқ, күніне бір рет тамақты береді. Мен шыдай алмаймын ғой. Қарным ашып кетті ғой. Шыдау керек енді. Амал жоқ.
Қыздар, сендерді кеше бір жаққа алып кетті ғой. Қай жерге апарды? Бізді бір орманға апарып тастады. Сосын ары қарай есімде жоқ. Бізді кейін ұзап тастады. Сендерді бұл жаққа қайта не үшін алып келді? Сендерден басқа ешкімді алып келген жоқ қой. Білмеймін, бір шеф деген адам солай бұйырды. Қарным ашып кетті. Сұрасақ беретін шығар. Кім бар?